Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ. Әлтаман Қордайға шығамын. Таңертең бір досым, әріптесім о жаққа кетті, бірақ әлі Қордайға жеткен жоқ. Сол екеуміз сол жерде бір-екі, мүмкін 3 күн болып қайтамыз. О жақтан 5-6 адам хабарласты, қордайлықтар, және масаншы, сол жағдайларды білетін жергілікті қауым. Бір үлкен кісілер бар ішінде. Біздің енді мақсатымыз шындықты білу, ақиқат. Интернет аса істемейді дейді, енді 4G онша істемейді дейді, шын ба өтірік па көреміз жетіп алғасын. Ертең жұмыс күні, бүгін демалыс болса да, бірақ тергеу жұмыстары, мемлекеттік комиссия өз жұмыстарын атқарып жатыр. Қазір барғанда біз жеткенше, енді орналасып неткенше түн болады. Гостиница бәрі орын жоқ дейді, жалдайтын пәтерлер жоқ дейді. Енді бірталай адам келген, жан-жақтан, Қазақстаннан құзырлы органдардың тергеушілері және басқалары, тілшілер қаптаған дейді. Және облыс әкімі облыстық төтенше жағдай жариялапты. Оған байланысты бір шектеу бірдемелер болып жатыр. Кіреберісте қаптаған полиция дейді. Енді көреміз, 100 рет естігенше, бір рет көрген артық. Баратырмыз әйтеуір, және заңгерлер бір-екі байланысты. Сол біреумен барып сол жақта кездесем, қолдан келгенше біздің бауырларымызға заңгерлік көмек, қорғау көрсетуге үлес қосуымыз керек. Осы ағайын, мен Марғұлан Боранбай.